Қадірлі оқырман, мен сіздерге қазір жұмбақ жасырайын. Ай далада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Бұл не? Иә, бұл жұмыртқа. Ал белі бүкір, алысқа түкір. Бұл не? Бұл дұрыс айтасыз, мылтық. Ал осы жұмбақтар кімнің жұмбағы екенін білесіз бе? Бұл ақын Ілияс Жансүгірдің 1930 жылы Қазақстан баспасынан жарық көрген жұмбақ кітабына енген жұмбақтар еді. Бүгін 2 сәуір, Қазақ балалар әдебиеті күні. Осы мереке қарсаңында Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасындағы балалар әдебиетіне байланысты кітаптарға шолу жасайтын боламыз. Қазақ балалар әдебиетінің бастауы тым ертеден қазақ фольклорынан басталады. Десек те 19 ғасырдағы Ыбырай Алтынсариннің қазақ хрестоматиясы оқулығы, 20 ғасырдың алғашқы жылдарындағы Ахмет Байтұрсынұлы, Спандияр Көбей, Тайыр Жұмыртбай сынды қайраткерлердің еңбектерінде де балалар әдебиетінің үлгілері кездеседі. Ал 20 ғасырдың екінші ширегінде қазақ балалар әдебиетіне жаңа бір өрнек түр келеді. Бұл суретті кітаптар, комикс бағытында кітаптар. Менің қолымда 1929 жылы жарық көрген Ілияс Жансүгірдің Малта атты комикс бағытындағы кітабы. Сонымен қатар дәл осы бағытта 1929 жылы жарық көрген алаш қайраткері Жүсіпбек Аймауытұлының Көкөз атты кітабы. Және Асқар Тоқмағамбетұлының 1935 жылы жарық көрген Тазалық тәрбие атты кітабында мынандай өлең жолдар кездеседі. Қараңыздаршы. Киіміңді таза ұстап, әдемілеп дестеле, шаң мен кірден құтылсаң, саулыққа жоқ ештеңе деп, баланың тәрбиесіне, баланың оқуына байланысты керемет өлең жолдар кезігеді. Қадірлі оқырман, мен сіздерге қазақ балалар әдебиетінің бастауында тұрған кітаптардың бірнешеуін ғана көрсеттім. Ал осы кітаптармен толық таныс болам десеңіздер, ұстап көремін десеңіздер, оқимын десеңіздер, біз сіздерді Парасат ордасында күтеміз.